Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, бүгін олиумға байланысты есеп шығарамыз. Бірінші берілгенмен танысып алайық. 9,8% күкірт қышқылының 100 грамм ерітіндісін дайындау үшін қанша су және қанша 30% олиум қажет дейді. Бізде бірінші стакан әдісі бойынша не берілген, не белгісіз, соны тауып алайық, иә? 3 стакан салып алайық бірінші. Осылай 3 стакан салып алдық. Енді бізде 9,8% күкірт қышқылының 100 грамм ерітіндісін дайындау үшін дейді. Бізде берілген өнім күкірт қышқылының ерітіндісі 9,8%. Яғни күкірт қышқылының ерітіндісі болғандықтан, онда күкірт қышқылы болады, сосын не болады? Су болады міндетті түрде, иә? Оның бізде күкірт қышқылы 9,8%-ын алып жатыр екен. 9,8%-ын алып жатыр. Общий бізде массасы 100 грамм берілген, ерітіндінің массасы берілген. Және енді 100-ден 9,8-ді алып тастап, біз судың массын тауып аламыз. Мына 100 общий 100% қой. Судан 9,8-ді алып тастаймыз да, судың массасы неше болады? 92% шығады екен. Бұл яғни осылай шығарып аламыз кез келген есепті. Және де енді бізде сумен берілген олиум дейді. Біз стаканымызда су бар екен, екінші бір стаканымызда олиум бар. Олиумның жалпы H2SO4-тің ерітіндісі арқылы жүретінін білеміз, иә? Біз мына олиумның формуласы осылай жүреді, иә? Енді бізде бұлардың массасы екеуінікі де белгісіз, сондықтан біреуін X деп, біреуін Y деп белгілеп аламыз. Біз теңдеулер жүйесін құрғанда бұл міндетті түрде керек. Енді қараңдар, 30% олиум дейді. Олиум жалпы бізде SO3 күкірт ангидриді деп аламыз, иә? Ол SO3 30% осы белгілі. Енді не істейміз? H2SO4-ті қалай табатын едік? 100-ден 30% алып тастап, оның пайызын тауып алады екенбіз. Ал бізде су мүлдем белгісіз. Онда ешқандай мән жоқ, иә? Енді осы 70% 100-ге бөліп жіберіп, біз H2SO4-тің массын тауып алуға болады, иә, бізге? Массын тапқанда жаңа 0,7 не болады? Y деп белгіледік. Ал енді SO3-тің тапқан кезде массасын 0,3 Y мына жерде. Нені тауып жатқанымыз белгілі болу үшін масса деп қояйын да. Енді қараңдар, біз енді мына жерге X плюс Y тең болады 100 деп мына жерге теңдеу құрып қояйын. Бұл бізге соңында керек болады, өйткені массаларын табу үшін, иә. Енді бізде олиумның жалпы бір ғана реакция арқылы жүзеге асады да, ол H2O-ға SO3 қосамыз, нәтижесінде H2SO4 аламыз. Енді қараңдар, 30% олиум алу үшін дейді, осы кезде олиумның массасы арқылы біз H2SO4-тің массын тауып, сол арқылы біз H2SO4-тің массалары көп жерде белгілі, сол арқылы есепті шығаратын боламыз. Енді қараңдар, ол SO3-тің массасы 0,3 Y бізде. Бұны таптық, иә. Бұныкі X деп белгілейміз. Енді мына жерде масса болса астарына міндетті түрде mR жазамыз, да? H2SO4 98 грамм моль, оны білеміз біз. SO3-тікі 32-ге 48 болса 80 грамм моль болады, иә? Енді пропорция арқылы арқылай шығарып аламыз. 0,3 Y-ті 98-ге көбейтеміз, 80-ге бөлеміз. Бұда неше шығады? 0,3-ті көбейтіп 98-ге бөлесін 80-ге. Бізде 0,3675 деген сан шығады. 0,3675 Y. Бұл H2SO4 қой, иә? Осы енді H2SO4-тің мына жерде 0,7 Y деген мәні бар. Біз енді соны қосамыз бір-біріне. 0,7 Y плюс 0,3675 Y, да? Сосын бізде H2SO4-тің мына жердегі массалық үлесі бар, иә? Оны да шығарамыз. Оны теңдеудің әр жағына шығарамыз. Сол кезде осылай шығарып аламыз. Енді мұны екеуін қосып жинақтаймыз. Қосасын 0,7-ге, иә? 1,0675 шаты. 1,0675 Y шаты. 9,8. Енді осыны Y табу үшін бізде 9,8-ді осы санға бөліп жібереміз. 1,06. Нәтижесінде 0 бүтін нәтижесінде не шығады? 9,18 шығады. 9,18. Енді қараңдар, бұл Y-тің мәні, жаңағы Y-тің мәні біз деген олиумның мәнін таптық. Сонда бұл масса SO3-тің мәні 9,18-ге тең. Енді мына жерден қараңдар, X тауып алуға бола ма? Бізде Y мәні белгілі. 100-ден аласын Y-ті. Сонда X-іміз бізде су ғой, судың массын тауып жатырмыз. 100-ден нешені аламыз? 9,18-ді аламыз. 9,18. X тең болады, неше шығады? 100-ден 9,18 алғанда 90,82 шығу керек. 90,82 грамм. Бұл судың массасы 90,82 грамм. Сонда бізде табу керек болған, мына жерде олиум SO3-тің массасы 9,18 грамм, және судың массасы 9,82 грамм. Жауап осындай болу керек. Жақсы есеп түсінікті болды деп ойлаймын. Пайдалы болса сақтап алыңдар. Сау болыңыздар.